бір күнде миллионер болуға ұсыныс түсті. Күніне $250. Тек біздің онлайн казиноны жарнамаласаң болды деді. Сол ақшаны әр жарнамаға беріп отырамыз деді. Ал мен оны естігеннен кейін түнімен ұйықтай алмадым. Ақшаға қызықтым. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. Күніне әрбір жарнама сайын маған $250 беремін деп тұр. Ал мен не істедім? Ойланып бір шешімге келдім. Бүгін сол басымнан өткен уақиғаны айтамын. Және кімдер, қандай блогерлер солай ақша тауып жүр, қазір арты не болып жатыр, ол туралы да айтып өтетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар, қолдауды ұмытпаңыздар. Яғни өмірімде болған шынайы осындай оқиғаны айтып бергім келіп отыр сіздерге. Бұл оқиға менің ютубтағы жолымды, ар-ұжданымды, тіпті адамдық таңдауымды сынаған жағдай болды. Сондықтан әңгімемді соңына дейін тыңдаңыздар. Бұл жай ғана ол казиноның ұсынысы емес, бұл бүкіл қоғамға қатысы бар мәселе болып тұр. Менің ютубта Куан Авто деген ютуб каналым бар. Ол жерде машиналарды көрсетеміз, машиналардың бағаларын көрсетеміз, көлік туралы айтамыз. Бір күні кешке сол арнам арқылы маған бір ұсыныс түсті. Ұсыныс болғанда анау-мынау ұсыныс емес, мол ақшаның астында қалатын, тез байып кететін мүмкіндіктей көрінді ол маған. Шынымен де көп ақша емес пе? Онлайн казиноны жарнамалап берсең, әр жарнамаға күніне $250 береміз деді. Күніне 2 рет жарнамаласам $500 берейін деп тұр. Хабарлама келгеннен кейін мен сасып қалдым. Сонда күнде $250 бересіздер ма әр видеоға деп едім. Олар еш қысылмастан, иә, күнде салсаң күнде береміз, күнде 2 рет салсаң тағы да береміз деп тұр. Оңай ақша екен, тіпті май шелпек қой, оңай ақша екен деп шынымен де ойланып қалған жайым бар. Нәпсім қызығып барады, бірақ бір сұмдық ішімді қысып тұрды. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Ал $200 күніне, айына сонда $7,500 болмай ма? Ал оны 2 еселесең одан сайын көбеймей ма? Деген ой, маза мені ұйықтатпай жатты. Ал екінші ойым, жоқ, сен келіспе, сен келіссең, саған сеніп қаншама қазақ казиноға кіріп кетеді деп мазалап жатты. Бірі қарызға батар, бірі отбасын жоғалтар, ал бірі тіпті өміріменен қоштасуы да мүмкін ғой. Солай екі ойдың арасында арпалысып, түніменен ойланып шықтым. Ертеңіне олар қайтадан жазды. Бастаймыз ба деп қояды. Адамды қызықтырып өлтіріп бара жатыр. Ал мен әдейі созғылап оларды сұрақтың астына алдым. Қандай каналдармен жұмыс жасап жатырсыздар? Оларға қанша төлеп жатырсыздар? Ол байқұстар сұрағымның бәріне асықпай жауап беріп отырды. Әбден қызықтырды. Шынымды айтайын, әбден қызықтырды. Нәпсіме еріп кетуге құттай қалдым. Бірақ соңында нәпсіме ермей жоқ дедім. Неге бас тарттым? Неге жоқ дедім? Себебі бірақ нәрсені ойладым. Егер мен келіссем, маңдаған қазақтың көз жасына қалар едім ғой. Өйткені адамдар мына Қуаныш айтып отыр ғой, Қуан Авто каналының авторы айтып отыр ғой деп сеніп, артымнан көптеген адамдар сол казиноның құрбаны болып кетер еді. Ал казиноға кірген адамның арты не боларын айтпай-ақ сіздер де жақсы білесіздер. Біреуі қарызға батады, біреуі отбасынан айырылады, ал біреулері өз-өзіне қолын жұмсауы әбден мүмкін. Мен ойландым, бір күнде байып кету үшін қаншама қазақтың өмірін қиып кетуім керекпін ба деп. Ағайын, достар, казино ойын ол жай ғана ойын емес, ол індет.
Құмардың кесірінен қаншама отбасы ыдырады. Қаншама бала әкесіз қалды. Қаншама әке абыройынан айырылды. Бұл казиноны жарнамалап отырғандар, осындай букмекерлерді ойнатып отырғандардың ісі бұл қылмыс. Бұл халықтың үмітін ұрлау. Казиноны жарнамалаған әрбір блогер әр отбасын ойрандап құртып отырғаныңызды біліңіздер. Бұл блогерлердің сатқындығы қазақты сатқандығы деп білемін. Иә, өкінішке орай қазір қаракөз қазақтың блогерлері осындай казиноны, букмекерскілерді ашықтан ашық барлық жерде жарнамалап жүргенін көзбен көріп те отырмыз. Олар өздерінше ойлайды, мен бизнес жасап ақша тауып жатырмын, заңды жолмен ақша тауып жатырмын, мен налогымды төлесем болды, бәрі адалдан келіп жатыр деп ойлайды. Жоқ, блогерлер, сендер олай ойламаңыздар. Сендер халықты зарлатып, жылатып, еңіретіп отырсыздар бұл істеріңменен. Сендер халықтың арман, үмітін ойыншыққа айналдырып ойнап отырсыңдар. Сендер әр жарнама жасаған сайын бір отбасының адалмен тапқан ақшасын тіпті тартып алып отырсыңдар. Әр жарнама жасаған сайын бір жас адамды болса да құмарлық ойынға итермелеп апарып салып жіберіп отырсыңдар қолмен. Сендердің анау керемет болып тұнау Дубайда, шетелде лакшери өмір сүріп жүргендерге халықтар алданып жатыр сендердің өтірік өмірлеріңе. Ол лакшери өмір сүріп жатқандарың халықтың көз жасы менен қайғысынан жиналған ақша екенін білемісіңдер сендер? Бұл істің заңсыз екені дәлелді болу үшін бір мысал келтіріп айтайын. Елімізде 34 блогер осындай казиноны жарнамалаған үшін қылмыстық іс қозғалып тексеріліп жатыр. Оның ішінде Қайсар Қамза, Диляра Аманқосқызы дегендер бар. 600 мың тіркелушісі бар музыкант Ринат Шамшырақ дегенде бір шырақ бар ішінде. Ал Баллер деген бір орындаушы бар, білмеймін, өлең айта ма, музыкант па, оның да үстінен бірнеше іс қозғалып, сотталып, қылмыстық іспенен тергеліп жатыр қазір. Осылардың әрқайсысы мына халықты алдап сулап, миллиондап, миллиардтап ақша тапқандар. Нико Нет деген лақап аты бар бір блогер 8 миллионның үстінде ақша тапқан. Бұл нағылған батпан құйрық ақша. Халықты осылай жылатып алған ақшаларын сіздерге бұйыра ма, тамақтарынан өте ме? Айтыңыздаршы, осыны көріп отқан болсаңыздар. Оу, халқым, сіздер де айтыңыздаршы, жазыңыздаршы мына астында пікірге. Солардың жасап отырғандары дұрыс па? Бұл арам ақшалар, блогерлер соны жарнамалап жүрген. Халықтың ақшасы еңбектерімен тапқан. Бұл ақша қарызға батқан әкенің ақшасы. Бұл ақша жылап еңіреген ананың ақшасы. Бұл ақша жетім баланың көз жасынан құралған ақша. Сондықтан менің айтқым келгені, құмар ойынды, букмекерді жарнамалағандар халықтың хас жауы дер едім. Егер сен блогер болсаң, блогер бол, бірақ ар-ұжданыңды сатпа казиноға. Ал көрермендерім, сіздер ондай жарнаманы көрсеңіздер, казиноға, басқа да құмар ойындарға тіркелмеңіздер, алданбаңыздар. Ал егер сен жас бала болсаң, жас адам болсаң, құмар ойынға жақындама, ондайға ешқашан қызықпа. Ол арам жол, харам жол ол. Нағыз ақша адал еңбекпен келеді. Мен жаңа басында өз басымда өткен оқиғаны айтып кеттім. Маған да көп ақша ұсынды, ал мен ол жолды емес, өзімнің ар ұжданымды, ұятымды таңдадым. Ол жолға бармадым. Менде бірнеше каналдарым бар, соны әрқайсысына жарнамалап, күніне миллиондап ақша алсам да болатын еді. Сол жолға бармағаныма Аллаға сансыз шүкір айтамын. Егер мен сол кезде сол арам ақшаға келіссем, алдарыңызда адам болып отырар ма едім? Әлде жоқ па? Білмеймін. Блогер сымақтар, сендерге айтарым, мынау казиноны жарнамалап жүргендер, казиноны жарнамалауды тоқтатыңыздар. Осындай құмар ойындарды ойнатуды, жарнамалауды тоқтатыңыздар. Өйткені ол қылмыс, ол індет, ол болашағымызды құртып жатырған, жұттырып жатырған. Ағайын, сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздерге де осылай күніне $250 беремін, осындай казиноны, жаңа құмар ойындарды жарнамалап бер десе, не істер едіңіздер? Келісер ме едіңіз,
әлде ар ұжданды ұятты таңдар ма едіңіз? Осындай казиноларды, ойындарды жарнамалап жүрген блогерлерге сіз не айтар едіңіз? Мен айтарымды айттым. Сіз де олардың құлағына жету үшін пікірге жазып кетіңіз.